Бірақ та ешқай жерде басқа тілде грант берілмейді. Мысалы, Ресейде қазақ тілінде берілмейді ме грант? Берілмейді. Қалай негіздеме керек сізге? Қазақ тіліне деген қысым көрсетілмесін. Демек, талантты балалар шетелге ауып кетсін, қазақ тілінен айнып кетпесін. Сондай доп теуіп ойнап жүрген балалар түсіп, осы жаққа сосын топ ете түседі. Тұра тұрыңыз. Бұл әділетсіздік емес. Тұра тұрыңыз. Мен бұдан былай дейді, орысша оқимын, қазақша оқымаймын. Не үшін қазақшаға түстім деп жатыр. Армысыздар, бүгін 2022 жылдың 4 тамызы. Бүгін біз сіздерге Назарбаев мектебінде туындаған мәселеге байланысты ролик түсіріп жатырмыз. Мәселе неде? Бір топ ата-ана Астанада тұратын Назарбаев мектебінің басшылығына келіп, бір мәселе көтерді. Олардың айтуынша 7-ші сыныпқа оқуға тапсырған балалары грантқа түсе алмай қалған. Не үшін? Назарбаев зияткерлік мектебінің IB деген халықаралық бакалавриатына 75 грант орыс тіліне және 75 грант қазақ тіліне аударылған, бөлінген. Ал былтыр 100-ден бөлініпті де, биыл 25-те азайып қалғанда 75-тен бөлінген. Мәселе сол IB мектебіндегі қазақ бөліміне тапсырған балалардың саны 936, қателеспесем, ал орыс бөліміне тапсырғандардың балалардың саны 706. Яғни қазақ балалар 30%-ға артық тапсырған. Бірақ қазақ тіліндегі балалардың ата-аналары олар гранттар неге 50-50 пропорциямен бөлінеді деген мәселе көтеріп отыр. Мәселе көтеретіндей жөндері бар деп есептейміз. Қалай болды, сіз ата-аналарды тыңдай отырыңыздар? Өкінішке орай, осы қазақ балаларының болашағын кесіп, балалар тіпті өкініп жатыр. Неге біз мемлекеттік тілде оқыдық, неге орысша оқымадық деп. Және бірталай балалар қазір мемлекеттік тілден орысша тілге ауысып жатыр. Өйткені мүмкіндік орысша тілінде оқысан, мүмкіндік көбірек ашылып. Неге ондай әділетсіздік, неге қазақ тіліне, ана тіліне жасалған осындай дискриминация болып жатыр? Менде үлкен сұрақ осындай. Балаларды қолдау жолында, жаңа Қазақстан жолында біз болашағымыздың үмітімізге балта шауып жатырмыз. Енді әділін айту керек. Бұл жерде Назарбаев зияткерлік мектебінің басқарма төрайымы Күләш Шәмшидинова деген кісі бұрын білім және ғылым министрі болған. Ол кісі ата-аналарды шақырды, бір кабинетке отырды. Бұқаралық ақпарат құралдарынан қорыққан жоқ. Оны атап өту керек. Енді көп басшылар бізде олай шықпайды да ғой. Енді ол өзінше проблеманы түсіндірді. Отырған мәселелерімізді шешетін бізде бірақ жол бар қазір. Сіз неге дауыс көтересіз? Менің даусым осындай. Яғни менің даусым осындай. Сондықтан біздің даусымыз бар. Бағанан бері сізді тыңдап отырмын. Тұра тұрыңыз. Не әңгіме айтып отырсыз бізге? Мен әңгіме айтып отырмын. Ол болатын, ертең болатын зат. Бұл мәселені шешетін бізде қазір бірақ жол бар. Тұра тұрыңыз. Бірақ жол бар. Не керек бізге орыс грант беру үшін? Орыс гранттар олар да Қазақстанның азаматтары. Азаматтар болсын, қазақ тілінде оқысын. Олар тегін оқысын орыс тілінде. Сабыр жігіттер. Яғни шешімді Қазақ тілінде қазақ оқитын гранттар берілсін. Дауыс көтермеңдер. Бірінші шешімді біріншісі, қазір гранттан отказ берген 47 бала, басында отказ берген 212 балаға грант тағайындалды. Енді гранттан отказ берген 47 балаға резервтен біз көтеруге қазір министрлікке ұсыныс береміз. Бұл бір жол. Екінші жолы, мектептен кеткен 8-ші класс пен 12-ші кластың арасындағы балалардың өтініштерін қазір біз жинап жатырмыз. Осы отказ берген өтініштерді біз 7-ші кластың грантына береміз. 1 тамыздан бастап жатақханаға орналасу туралы арыздарды қабылдай бастады. Осы арыздардың негізінде 2400 баладан кем бала келетін болса, одан қалған қаржыны біз грантқа 7-ші классқа береміз. Енді кішкене проблеманың мектептің ішкі мәселесін айтып кетті, кішкене осылай деді, бірақ ата-аналармен нақты бір диалог орнады деп айта алмаймын. Неге? Себебі ол кісі бір нәрсе айтады, ата-аналар екінші нәрсе айтады, бір ортақ тіл табысу жоқ. Официалды тұрғыда бермегеннен кейін біз білмейміз 75 грант болатын. Біз әрине алдыңғы статистиканы қараймыз. 2 жыл бойы 96 грант берілді. Біз әрине бала да, ата-ана да қуанып бойы себебі балаларды сыйғыза алдық мектепке. Биыл сыйғыза алмай отыр. Қазақстан азаматы қазақша оқысын, қазақша
білім ғана мемлекетті әңгіме бірақ қазақша берсін, біз ұлтқа бөлмейміз. Орыстар оқысын. Қыз айтып жатыр, әпше, мен бұдан былай дейді, орысша оқимын, қазақша оқымаймын. Не үшін қазақшаға түстім деп жатыр? Мен барлық сұрақтарыңызға жауап беріп болдым. Басқа Жауап беріп Күләш Шамшидинова жалпы Назарбаев зияткерлік мектебіне бөлінетін республикалық бюджеттен бөлінетін қаражаттың жылдан жылға азайып бара жатқанын айтады. Мысалы, оқуға биыл 36 миллиард теңге бөлінді, негізі бізге 4 миллиард теңге жетпейді. Ана мынау деген әңгіме, енді ол қаржылық мәселесі енді бір бөлек тақырып қой. Сол қаржылық мәселесіне байланысты бірақ гранттар бөлінеді деген секілді әңгіме айтады. Бірақ мәселе ол жерде емес. Меніңше сырт көз ретінде субъективті пікір болуы мүмкін, бірақ шынында да гранттардың 50-50 қазақ және орыс тіліне бөлінуі қаншалықты әділетті деген әңгіме бар. Неге десеңіз, қазақ тілі шынында да ата-аналар айтып отырғандай дискриминацияға ұшырап жатқан жағдай бұл жерде кездеседі. Неліктен әлемнің кез келген мемлекетінде басқа тілдегі білімге соншалықты 50% грант бөлетін әлемде мемлекет мысалы кездеспейтін шығар. Тіл мәселесіне тіреліп тұр да бұл жерде мәселе, меніңше. Тіл мәселесін айтқан қазақтардың көбі бір ұлтшыл секілді көрінеді. Енді ұлтшылдық, национализм, нацизм деп одан ары бүйтіп өрбітіп кететін адамдар да кездеседі. Бірақ енді шын айтқанда қазақ тілі өз жерінде, өз елінде осындай дискриминация көріп жатқан кезде қайдағы ұлтшылдық туралы әңгіме айтуға болады, мысалы. Ойлап өздеріңіз көріңіздерші. Расында да қазақ қашан көрсеңіз қазақтар ғой шулап жүрген, қазақ тілі қор болып жатқан, қазақ тілі шулап жүрген. Бір ғана мысал айтайын сіздерге. Қазақстанда мен былтыр арнайы мақала жазғам. Білім және ғылым министрлігіне сауал жолдап отырып арнайы мақала жазғам. Қазақстанда мысалы 1245 па сондай орыс сынып бар. Орыс мектеп бар. 3000-ға жуық аралас мектеп бар. Бірде сондай бір 3000-ға тарта бір қазақ мектеп бар. Енді қараңыз, енді Ресейде мысалы бірде-бір қазақ мектебі жоқ. Десе ол жақта мысалы миллионнан аса қазақ бар. Соңғы қазақ мектебін осыдан бірнеше жыл бұрын Ресейдің Қосағаш деген жерінде жауып тастады. Ал Қазақстан Ресейді серіктес ретінде көреді, жарайды. Қазақтардың ішінде де орыстанған көп адам бар, олардың да мүддесін есепке алу керек. Бірақ қашанға есепке алу керек деген әңгіме бар ғой. 30 жыл болды. Мысалы, қазақ тілінің мәселесі тағы да 30 жылға созыла ма мысалы. Күләш Шамшидинова осы ата-аналармен келіспей шығып кетті. Содан кейін біз журналистер артына барып, кабинетіне барып арнайы сөйлестік. Сол кезде ол кісі өз проблемасын түсіндірмекші болды. Түсіндірден шамай кісі келгенше қаржыландыруды айтты. Барынша шын айтқанда өзіне мүдделі екен қазақ сыныбына көбеюіне. Енді өзінің айтуынша енді келесі жылы білім және ғылым министрлігіне пропорцияны 50-50 емес, қазақтарға 70% беріп, орыс сыныптарына 30% беретіндей өтініш береміз дейді. Енді ол өтінішті білім және ғылым министрлігі құрған республикалық комиссия қарайды екен. Ол комиссияның төрағасы министр Асхат Аймағамбетов. Енді мәселенің өзі де сол Асхат Аймағамбетовке барып тірелетін секілді. Енді Аймағамбетов мырзаның өзінен де осы мәселе жөнінде пікірін сұрап көрерміз. Ендеше расында да осындай 70%-ық үлеске жететін шығар деген үміттеміз. Роликті соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Аян бар анда-санда кіріп тіркеліп жазылып қойыңыздар.